жаздық лагерь 20 күндік лагерьде мысалы үшін да келіп балалар жаңағы әліпбиді үйреніп, жаттап, ата-анасын құрметтеуді үйреніп. Сол кезде қазір айтайын, бір бауырымыз лагерь бітіп, осы сөзді айтып жүрем, болғаннан кейін телефон шалады, өзім әрлем кетіп бара жатқам. Аға дейді, менің ұлдарым не істеп қойыңыз дейді. 2 ұлым берген, 8 жасым, 7 жасар. Не істеп қойыппын бауырым? Балаларымыз бір түрлі болып қалды. Машинадан тоқтай сап, бауырым не болды? Анау екеуі дейді де, анасы жұмысқа кеткен кезде үйдің бәрін тап-тинақ жинап қоятын болды дейді. Сүртіп тазалап, неге? Анамыз келгенде демалсын деп. Кішкентай балалар. Анасы жұмыстан келеді, екеуі жүгіреді дейді. Жүгіріп барып амандасып, анасының бетінен сүйіп, жүгіріп әкеп отырғызып қояды да, дайындап қойған жылы сулары бар дейді ташықпен. Соны әкеледі де. Екеуі жарысып, анасының аяқтарын жуады дейді. Сонда жуып отырып айтады дейді. Анашым, біздің ғұмырымызда дейді, сізге бір қарсы сөйлеп, хақыңызға тиіп қойсақ, біз ақыретте бәріміз сұраламыз. Ата-ананың құрметінен сұралады екенбіз. Сіз бізді кешіріп қойыңызшы, анашым. Әйелім жылайды дейді. Мен де жылайды дейді. Бауырым, неге жылайсың десе, ұлдарымның артынан тұрып намаз оқимын дейді. Аллаға разылығына жылаймын дейді. Біз ұрпағымызбен жұмыс істеуіміз керек екен. Ұрпағымызбен кішкентай балалардан бастауымыз керек екен. Соны амалдауымыз керек екен. Жұмыс жасауымыз керек екен. Сол кезде жаңағына білімге көңіл аударамыз, имандылыққа көңіл аударамыз, садақаға көңіл аударамыз, ата-анаға құрметті көңіл аударамыз да, ажырасу деген әңгіме, мына қарттарды үй толығу мәселесі, жетімдер үй деген мәселе біртіндеп біздің осы елімізден кетеді.